Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Егер де видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздерге бүгін қалай миллионер болуға болады туралы айтатын боламын. Жақсылап тыңдаңыз. Кез келген адам қаржылық жағынан тәуелсіз болуды және мүмкіндігінше көп ақша тапқысы келеді. Бірақ оны қалай жасау керектігін бәрібір де біле бермейді. Зерттейтін адамдар миллионерлерден миллионер болу туралы 11 кеңесті жинапты, соны қарап шығайық. Ең бірінші кеңес – ақша табуға назар аударыңыз. Менің табысым айына $3000, ал 9 жылдан кейін айына 20 000 болды. Ақша іздеуді бастаңыз. Бұл сізге кірісті басқаруға және мүмкіндіктерді көруге мүмкіндік береді, дейді кәсіпкер. Екіншісі, бірнеше кіріс ағындарын жасаңыз. 5 жыл бойы Томас Корли өзінің «Бай әдеттер» кітабы үшін бай адамдардың әдеттерін зерттеп келеді. Көптеген миллионерлер бірнеше табыс ағындары бар екенін анықтады. 65% адамдарда 3 ағын, 45%-на 4 түрлі ақша потогы, 29-ында 5 және одан да көп ақша потогы болады екен. Бұл кірістер жылжымайтын мүлікті жалдаудан, қор нарығындағы инвестиция және қосымша бизнесті ішінара түсуден мүмкін. Үшінші айтатыны, үнемдеу үшін үнемдеңіз. Жиналған ақшаны инвестициялаңыз. Үнемдеудің бірден бір себебі қосымша инвестициялар. Ақшаны қауіпсіз, қасиетті, қол жетпейтін шоттарға салыңыз. Ешқашан, тіпті төтенше жағдайда бұл өнімді еш нәрсе үшін пайдаланбаңыз деп кеңес береді миллионерлер. Әлемдегі ең ірі инвесторлардың бірі Уоррен Баффет сіздің жинақ ақшаңыздың 10%-ын қысқа мерзімді мемлекеттік облигацияларға және 90%-ын өте арзан 500 индекс қорына салуға кеңес береді. Ең бастысы, ақша үнемдеу процесін автоматты түрде жасауымыз керек. Төртінші айтатын қағида – тәртіпті және табанды болыңыз. Мен айтқан миллионерлер мен кезіктірген ең тәртіпті адамдар. Олар өздеріне және айналасындағыларға жоғарғы стандарттар қояды, дейді Рафаэль Бензак, кәсіпкерлердің психологиясының маманы. $1 миллиард құпия кітабы үшін Бекзат 21 миллиардерден сұхбат алған екен. Бай адамдардың тағы бір қасиеті бұл батылдық, деп жазады Наполеон Хилл. Негізі ойлан да байы деген 500 миллионерлердің әдеттерімен өмір салтын зерттеген. Келесі кеңес – шоу үшін қымбат заттарды алуға асықпаңыз. Менің бизнесім мен инвестицияларым алған тұрақты және қауіпсіз сезіну үшін жеткілікті ақша жинай бастағанға дейін мен қымбат сағаттар мен автомобильдер сатып алмадым. Ұзақ уақыт бойы Toyota Camry көлігін айдап шықтым. Бірақ мен миллионер болсам да, сіз өзіңіздің сатып алғаныңызбен емес, жұмысыңызбен, ұстанымдарыңызбен білінеді екенсіз. Алтыншы кеңес – ақша туралы басқаша ойлана бастаңыз. Көптеген адамдар байларды өмірде бақытты деп санайды. Бай адамдар ақша табудың нағыз ішкі жұмыс екенін біледі. Байлық сіздің ойлауыңыздан және сенетін нәрсеңізден басталады. Жетінші кеңес – өзіңізге инвестиция салыңыз. Мәселен, Уоррен Баффет өзінің 80% уақытын кітап оқуға арнап, және миллионерлер әр күн сайын спортпен шұғылданатынын айтқан. Сегізінші кеңес – тұрақты жалақыдан бас тарту. Әлемдік деңгейдегі орындаушылар жоқ деген сөз емес, бірақ бұл көпшілік үшін өркендеуге апаратын жол, ең қауіпсіз жол ретінде ұсынылады. Үлкендер өздігінен жұмыс жасау байлыққа тез жететін жол екенін біледі. Көптеген адамдар өздерінің жалақыларымен жыл сайынғы өсумен жұмыс істей береді. Мақсат қойыңыз және жетістіктеріңізді көзбен көрсетіңіз. Адамдардың көпшілігінің қалған нәрселерін алуларының бірінші себебі олар не қалайтындарын білмеуі. Бай адамдарға олардың бай болғысы келетіні түсінікті, дейді миллионер Томас Эккер. Ақша туралы армандаудың өзі жеткіліксіз. Оған нақты мақсат қою керек және оған жетудің нақты жоспары болу керек сізде. 10-шы, сізді таңғалдыратын адамдармен сөйлесуді бастаңыз. Көп жағдайда сіздің астанаңыз, сіздің жақын достарыңыздың деңгейін араласатын адамдар деңгейін көрсетеді. Неғұрлым табысты адамдармен қарым-қатынас ойлау қабілетін кеңейтіп, табысты арттырады. Миллионерлер орташа тапқа қарағанда ақшаны басқаша ойлайды және олармен қарым-қатынас жасау арқылы көп пайда табуға болатынын біледі. 11-ші соңғы кеңес – мақсат $10 миллион емес, $1 миллион болу керек.
Менің ең үлкен қаржылық қателігім ауқымды ойлау емес. Мен сізді $1 миллион да жоғары мақсат қоюға шақырамын. Бұл планетада ақша тапшылығы жоқ, кең ойлайтын адамдар жетіспейді деп айтады миллионерлер. Егер де сізге бұндай ақпараттар қызықты болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сізде қандай миллионердің ұстанымы бар екенін комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.